Саламатсыздар ма оқушылар, біз бүгін массалық үлес табуды үйренетін боламыз. Массалық үлесті қалай табамыз? Яғни, қандай да бір заттың өзінің массасы болады. Мысалы, біз натрий 2 СО3, яғни натрий карбонатының салыстырмалы молекулалық массасын есептейтін болсақ, 106-ға тең екен. Қайдан шықты? 2 атом натрийдің массасы 23 көбейту 2 46, 1 атом көміртектікі 12, 3 атом оттектікі 16 көбейту 3 48. Яғни барлығын қосқан кезде 106 шықты. Яғни осы 106-ның ішінде натрийдің үлесі қанша, яғни пайызы қанша, массалық үлесі, яғни көміртектің массалық үлесі қанша екенін және оттектің үлесі қанша екенін табатын боламыз. Яғни натрийдің үлесін табу үшін, яғни массалық үлесін табу үшін біз 46-ны бөлеміз 106-ға. 46 қайдан шықты? 23-ті 2 көбейткеннен шықты. Сонда бізде 43,39% шығады екен. Келесі, яғни көміртек, бізде бір ғана көміртек бар, ол 12-ге тең, яғни 106-ның ішінде 12-сі көміртек. Яғни 12-ні бөлеміз 106-ға, көбейтеміз 100%-ға, сол кезде 11,32% шығады екен. Ал оттекті есептейтін болсақ, яғни 3 атом оттек, ол 48-ге тең, 16 көбейту 3. 48-ді бөлеміз қаншаға? Жалпы массалар санына. Сонда 48-ді 106-ға бөліп 100%-ға көбейтетін болсақ, 45-те 28% шығады екен. Бұл пайыздарды бір-біріне қосатын болсақ, 100% шығу керек. Егер де сендер калькуляторларыңа салып есептейтін болсаңдар, 199% шығады. Яғни демек 100% деген сөз. Және біз бұл жерде 3 элементтен тұратын қосылысты алдық. Егер де 2 элементтен тұратын қосылысты шығару керек болатын болса, онда біз күкірт ангидридін аламыз SO3. Яғни күкірт атомы бұл жерде біреу, 32 қосу, оттек атомы 3, яғни 16-ны 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 48 шығады. Екеуін қосатын болсақ, жалпы масса 80. Міне, 80-нің массасы 80, яғни күкірт ангидридінің құрамында күкірттің үлесі және оттектің үлесі қанша екен? Біз оны қалай табамыз? Оны S тең, яғни күкірттің массалық үлесі тең. Біз 32-ні нешеге бөлеміз? 80-ге бөлеміз. Оны көбейтеміз 100%-ға. Сонда бізде шығады екен, 40% шығады екен. Келесі массалық үлес, оттектің үлесі, яғни біз оттекті 3 деп жазбаймыз бұл жерге, 3 жазылмайды. Бірақ бұл жерде оттек 80-нің қаншасы, 80 грамның ішінде қанша грамм бізде оттек? Әрине 48 грамм. Олай болса біз 48-ді бөлеміз 80-ге, көбейтеміз 100%-ға, сол кезде бізде 60% шығады екен. Енді екеуін қосатын болсақ, бізде 100% шықты. Сендерге оқушылар тапсырма, міне бізде тағы да ангидридінің натрий 2 SO4 7H2O берілді, яғни кристаллогидрат берілді. Осының құрамындағы натрийді, күкіртті, оттекті және сүттектің үлестерін дұрыс табады деген үміттеміз. Және сендерге төменде тағы да тапсырмалар береміз. Барлық тапсырмаларға белсенді түрде қатысып отырамыз. Химияны бірге үйренеміз.